Мынау, ана күміс айдың құдалығында кигізгені ғой. Күміс ай, кән беріңізші апа көрейін. Міне. Точно сол ма, апа? Сол. Иә, осы. Ал мынау, Жамалдың құдалығында кигізгені. Ана бір матаның әдемісін, ай. Керемет екен, бірім жеп-жеңілші. Я, әдемет түсі, е? Бұны Күлпашқа кигізгені ғой. Менікі? Әдем екен, я, Күлпаш. Ұнады ма? Ұнап тұршы ма? Соған саған бердім, алшы сен. Ал, саған жарасады соны. Ал. Күлпаш, қойшы, ят қой. Ай, ал деймін, ал. Менің атымнан бір көйлек кигізгенім болады да. Әдемі көйлек тіктіріп аласың, алшы. Жарасады саған. Мейле, рахмет, жаным-ау, бала-шағаңның қызығын көрші. Ай, бірден сумкаңа сап қой. Апам сандығына қайтып түсетін болса шықпайды одан кейін. Сап қоям. Мына орамалым саған, менің атымнан. Ойбай-ау, қоя берші енді. Көйлек тіктірсең күшті де келеді. Мейле, рахмет, жаным. Той көркіл, каталог. Аумин. Не болды сонша? Тым көрмегендей, қайта-қайта. Несіне қызығы отсын бұның бәрінің? Жәнім әу жаным. Апа, салып қоңшына, ауылбайский маталарымыз. Ал мына дубленканы, ана төрештің қызын қуып барғанда Күлпашқа кигізген. Міне. Әдем екен, я. Күлпаш, дубленканы жумаймыз ба? Жуамыз, бүгін жуамыз, құдай қаласа. Күлпаш? Әдем екен, я. Мынауың ше шынымен әдемі ғой? Апа, обычно бұндайды кетте кигізбейтін еді ғой? Иә. Кімнің несіне бардың дейсің құда? Ай, ана төрештің қызы қашқан кезде соны қуып барғам ғой. Ой, фірмай 37 қыз қуып бардым. 38-шін қуғанда 40 болдым ғой мен осыған. Мынауың шынымен әдемі? Бірақ бір киіп баратын жер жоқшы. Биыл қар жауған да жоқ, сол новый күйі тұр ғой. Әдемі, беріңізші апа мен киіп көрейін. Маған жарасатын сияқты Күлпаш. Бұл новый ғой әлі ішіп. Мынаның бар Апа мен ашты, я? Мынаны қараңызшы, апа маған жарасып тұр Күлпаштан гөрі. Нормально. Қой берші, сап қоя салайықшы, тұра берсінші. Қар жауады ғой. Көпті салсаң салып қойшы. Бірақ жақсы екен апа бар. Әдемі екен, я. Өте жақсы екен. Бағым бар екені көрініп тұр, я. Не істеп тұрсың? Тауықтан үй болмайды деген рас екен. Након аяған тауықтар не берсең де жей береді. Әр нәрсе жей беріп асқазаны ауырып қалмассың. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Жиенсің бе? Мен мына үйде тұрам. Атым Бағдәулет. Мен Бекжан. Тайсын бапта жатсың ба? Оның кім? Након аяғайдың бойцовский қоразы ғой. Аты Тайсын. О ауылда деген бойцовский бұл. Тек Қалымхан ағаның Магреге қарсы келмесе. Ақша тігіле ме? Әрине тігіледі. Көрмедік бе Тайсын? Нағашың бере ме? Қазір білмейтін шығар. Кеттік онда тез-тез. Күнекей, сен үй жаққа бар, мен қазір келемін. Сен қайта? Бар, үлкендердің ісіне араласпа. Қазір мама сұрайды ғой. Білмеймін дей салшы. Кеттік па? Жарайды. Ана осы ғой. Ағамның құдалығында таққан. Кәні бұлай көрсетші. Әдемі? Иә. Мынаны тәтті апамның келінін қолтықтаған кезде заработала. Керемет құтты болсын, я. Ананы апам сыйлады. Құтты болсын, каталог. Апам маған да сыйлағанын көрсетсей. Көрсетеді. Күлпашқа таққаны. Маған таққан апам. Маған үлкен сыйлаған апам. И жаным, королевам. Жаным апам сол. Ой, тұрмай апа. Келіндеріңізді алтынға қарқ қыпсыз ғой. Қыздарыңыз бар екені ұмыт кетесіз ау деймсіз, е? Ойбай-ау, енді дұрыс қой енді. Осы екеуі ғой апамның бар жағдайын жасап отырған. Қайта бұларға рахмет. Анамызды балпақтай қылып отырған. Сендер де сондай рахат көріңдер. Аумин. Ойбай, не бопты енді ақыға қарамайтын шығар. Қараса келіндік міндеттері ғой. Әй, алтын менікі. Кімге берсем де еркім өзімде емес пе? Иә. Міне, ұл-қыздарың өсіп келе жатыр. Ертең ақ сендердің де алдарыңа келеді. Барамыз ғой нағашы боп. Барымызды алып, нарымызды алып, арқаланып, дорбаланып. Иә. Иә. Қатираш, сенің де қызың бой жетіп өсіп қалды ғой, иә? Өсіп қалды. Иә, пісіп тұр ғой, пісіп тұр. Құдай қаласа. Иә. Өсіп қалды. Қатираш, мына ағамның сақинасы саған сыйлайыншы.
Сен де қыз ұзатып той көр. Саған да жұғысты болсын құдалық. Ойбай, ұят болды. каталогтың крышасы ашылды. Каталог қойшы керек емес, өзіңе керек шығар, я. Үйбай, алмасаң өкпелеймін. Ал. Саған беріп келіп тұрады, жанымсың. Бір ұялтып қойдыңдар ғой адамды. Жандарым-ау, менің алтын жеңгелеріме жетері жоқ қой, апа. Аллай, жағымпаздардың заманы болып кетті ма, не болып кетті? Бір әдемі екен мынау ше. Бір әдемі екен мынау ше. Сағираш, онда саған күміс білесің. О, құтты болсын, Сағираш. Құтты болсын, я Сағираш. Әдемі мынау. Иә, мә Сағираш, тағып ал айнадай. Ал. Мына білезік де әдемі. Ай, ана кім Жексендер келді ау деймін. Айттым ғой, Жексен мен Дүйсен келді. Әдемі ғой, таза күміс Сағираш. Күшті екен, рахмет. Жаңа менде қызығып қалғанмен бір әдемі екен, я. О, бизнесменнің недоделанные. Қалай, не тыңдырдыңдар? Пайда бар ма, пайда? Ой, сен пайда бар ма дейсің. Біз қазір демалатын жер іздеп жатырық. Қош. Анталия ма, Таиланд деп жатыр Жексен бірақ. Қош. Не? Қайда барсаңдар да бізді ұмытып кетпеңдер. Сендер ренжімеңдер айтпақшы. О, 30-дан асып кеткен келіншектерді кіргізбейді ғой қазір. Амал жоқ, 30-ға толмағанын іздеп жатырмыз қазір. Абайлаңдар, 30-ға толмағандар көшеде лақтырып кетпесін екеуін. Мал базарға қасына. Лақтырыла қоймаймыз ау біз. Сағираш келді ма? Сағираш та келді, Қатираш та келді. Ойбай, жаным, қалай жағдай? Ет салдыңдар ма? Ет бар ма не үйде? Ой, бір тоқтыларын жайратып тастағанбыз. Тоқтайындар ма? Иә. Сағираш кел. Бір тоқты. Бағана базарда тоқтының бағасы қанша деп тұр еді? 20 ма? Бүгінгі пайдаң өзімен өзі кетті ғой, я? Пайда жақпайды негіз маған бар. Сен білмеймін, өзім нормально айтыр. Айтпақшы, Бекош қайда? Қайда жүр ол бала? Бағана көрші баламен кетіп қал. Қайда десем айтпай ғой. Шустрый да шустрый. Әкесі сияқты. Иә. Любой жерге кіріп кете береді да енді. Шешесі де осал емес. Иә, Сағираш деген шустрый еді ғой. Өзі кішкентай болса да мені қорғап жүретін. Сен деген жылау қойдың ғой. Көз жасы деген домалап, дайын тұратын еді осының. Апа деймін да, мұрнын сүртіп, осыны жұбатып, сүйреп жүретінен ғой. Әлі күнге шейін сүйреп жүрген жоқ па? Кеше мен звондамасам, төркіні бар екенін ұмытып кеткен ғой мына қыз. Ай, Сағираш, таңның атысы, күннің батысы, ана тірлік, мына тірлік деп, күніңнің қалай өткенін білмей қаласың ғой. Ауылдың тірліктерін бәрін түсінбейсің. Иә, бұлар қайдан түсінсін? Городскойлар ғой бұлар. Қолдары бос, рахат өмір осылардікі. Сен не қиыншылық көріп жүрсің жама? Үй жандарым, осы екі жеңгеме рахмет. Апамның да ағаларың да жағдайын жасап, бәрін үлгеріп жүрейін. Жаным соп. Жеші, қарбы жеші. Біразға дейін ісініп жүретін болды ғой екеуі. Көріп өтсін ба не? Шындықты айтсаң, жақыныңа жақпайсың деген рас екен ғой, апа. Сағирашты шыбын шағып алған ау. Ай, неге? Сағираш бәрі еркелетеді ғой сені. Көрдік қой апа, қалай еркелететінін. Любимый қайынсіңлілерін алтынмен тойғызып қойып, біз отырмыз ғой, темір-терсекке риза болып әйтеуір. Басталды. Жексен, шыбын шақпаған, ара шаққан ау. Жылан жалап өткен сияқты ғой. Шақпай өтіп кеткен да, шақса страшный болар еді. Сағираш, уайымдама, сенің алтының менде. Біз негізі сценарий құрып өзімізше кешке дастарханның басында отырып береміз дегенбіз ғой негізі. Мынау ғой. Асығыс Бекерге сценарийдің бәрін бытшын шығар. Уайымдама, сабыр түбі саралтын деген, саралтының менде. Ой, бір шыдамайсың ба кешке дейін? Сол ғой. Болды, мәселе шешілді. Ал енді Сағираш алтының жуасың енді. Жуасың Сағираш. Иә, жуат. Мен білетін Сағираш бар ғой. Сол үй жумай кетеді ол. Бірінші көрейік та қандай алтын екен. Стоит па, стоит емес пе жуу. Бәлесін қарашы. Қандай алтын болса бар ғой? Турецкий алтын болса, турецкий баняға барып жуасың дейді. Российский болсын. Российский баня. Не дейтін? Русский баняға барайсың. Ой, мен сонда алтынның качествосына қарап апаратын болсаңдар, алтынымыз темір болып шығып, тағы бір өзенге лақтырып жібересің ма? Өзенге шоп-шоп ете алмаймын. Сағираш, бұл.